Қорқыт ата 8 ғасырда туған, дүниеден озған жылы белгісіз. Қорқыт ата родился в 8 веке, дата смерти неизвестна. Қорқыт ата атақты ақын, асқан күйші, аңыз кейіпкері. Жазба ескерткіштердегі деректер бойынша Қорқыт ата 95 жыл жасаған қарт данышпан. Үш хан тұсында уәзірлік қызмет атқарған. Тарихта Қорқыт ата ықпалында болған Инал, Көлеркен, Қаңлы-Қожа хан аттары аталады. Бұл хандардың жетісу, Алмалық, Ыстықкөл, Талас, Сайрам, Қазығұрт, Қаратау, Сыр бойы, Орталық Қазақстан, Ұлытау, Кішітау, Есіл, Нұра, Сарысу, Торғай өлкесі, Ертіс бойы мен Алтайда әкімшілік құрғандығы тарихтан белгілі. Қорқыт ата осы тұста әлеуметтік жора, заң негізін жасап, оны ата-баба жасаған мекенді ұйық деп білу, оны сыртқы жау шабуылынан қорғау, жер-суды белгілі тәртіппен пайдалану, дау-жанжалды ақылмен шешу, кінәлі болған адамды жазалау сияқты салаларға бөлді. Ел аузында Қорқыт ата айтты деген мәтелдер жиі кездеседі. Қорқыт атаның тек қана асқан күйші емес, қазақ музыкасының ән күй өнерінің атасы. Оның шын мәніндегі күйші композитор болғандығы ел ішінде сақталған. Қорқыт сарыны, Қорқыт ата кітабы, Желмая, Тарғыл ана, Елім-ай, Ұшардың ұлуы, Башбай тағы басқа музыкалық шығармалары дәлелдеді. Қорқыт ата – знаменитый поэт, непроизведенный исполнитель күйев и персонаж легенды. По сведениям документальных рукописей, гениальный старец прожил 95 лет. Служил визирем при 3 ханах. История называет имена ханов Игнала, Көлеркена, Қоңлы-Хожи, которым он был опорой. Қорқыт ата разработал первые законы о признании земли предков главным фактором, о защите ее от врагов, об использовании земли и воды по определенному порядку, о разумном решении спорных вопросов, о наказании виновных лиц. В народе часто звучала поговорка «Қорқыт ата сказал». Эта поговорка отражала непререкаемый авторитет Қорқыта во всех концах казахской степи. Он считался признанным родоначальником казахской музыки, песенного искусства и күйев, гениальным композитором, создавшим первые мелодии. До сих пор пользуются и считаются классическими произведения, как «Күй Қорқыта», «Мелодии Қорқыта» и другие. Поэт, оратор, музыкант, композитор, Қорқыт является легендарным создателем самого духовного казахского музыкального инструмента қобыза. Қобыз в средние века звучал только в руках бақсы-шаманов, жрецов древних языческих ритуалов, магов. Звучание қобыза настолько необычно, настолько завораживает слушателя, что существует поверье о живущей в қобызе душе человеческой.